Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлсая. Бүгін біз сіздермен осындай керемет жұмсақ болып шығатын булочка дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысқа жылы сүтімізді құямыз. Және ертілген сары майды саламыз. Құрғақ дрожжымызды саламыз. Менде құрғақ дрожжды міндетті түрде пайдалану қажет. Және бір жұмыртқа, шекерді салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Араластырып болған соң, електен өткізілген ұнымызды саламыз. Аз-аздан сала отырып, венчикпен араластырамыз. Және қасықпен, одан кейін қолмен жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Осындай қолға жабыспайтындай болуы керек. Пищевой пленкамен бетін жауып, 1,5-2 сағатқа жылы жерге қоямыз. Қамырымыз осылай көтерілуі керек. Өз қалауыңызша бөліктерге бөлсеңіз болады. Ол сіздің дайындайтын булочкаңыздың көлеміне байланысты. Менде осындай 10 бөлік шықты. Өзіңіз қалағандай формалы булочкалар дайындасаңыздар болады. Мен осындай пышақтың көмегімен кесіп дайындайтын боламын. Жасап болған соң табаға қоямыз. Егер пергамент қағазыңыздың сапасы жақсы болса, май жақпасаңыз да болады.
Міне достар, біздің тәтті булочкамыз дайын болды. Иісі өте керемет, жұп-жұмсақ. Міндетті түрде бүгін жасап көріңіздер. Міне достар, біздің булочкамыз дайын болды. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін көп рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Аз болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.